Жәннаттың нығметтері. Барлық мақтау бүкіл әлемнің иесі Аллаға тән. Бүкіл әлемге қамқорлық әрі ескертуші ретінде жіберілген әлемнің ең соңғы пайғамбары Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сәлем әрі салауат болсын. Ассаламу алейкум, қадірменді тыңдарман. Бүгін жәннаттың нығметтері жайында айтатын боламын. Ал сіздер каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, және дос-туыстарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Алла тағала Құранда Раббыларыңның кешіріміне кеңдігі жер мен көктей болатын тақуалар үшін әзірленген жәннатқа ұмтылыңдар. Әрбіріміз иман шарттарын білеміз. Омар радиаллаху анхудан жеткен хадисте Жәбірейл алейхиссалам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан иман жайлы сұрағанда, ол иман дегеніміз Аллаға, періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына, ақырет күніне және тағдырдың жақсылығы мен жаманына Алладан деп сену деп жауап берді. Адам баласы бұл дүниеде жәннат, тозақты көре алмағанымен, Құран және хадистерде олардың хабары келгендіктен мұсылман адам оған иман келтіреді. Әхлу сүнна уәл жамағаттың сенімі бойынша жәннат пен тозақ жаратылған және қазір бар. Алланың қалауымен мәңгі қалады, еш уақытта жоғалып кетпейді деп иман келтіру иманның бір бөлігі. Сондықтан пенде тозақ пен жәннатқа сенбейінше иманы дұрыс болмайды. Алла тағала бұл өмірде пенделерін бостан-босқа жаратқан жоқ. Оларды ақыреттегі мәңгілік өмірге жаратты. Пенде бұл дүниеден өтуімен не жәннаттық болады, не тозақтық болады. Кім дайын нығметті қаласа, бұл өткінші өмірде өзінің жастық шағын, денсаулығын, байлығын, бос уақытын жақсы амалдарды жасаумен ғанимет тұтсын. Алла тағала Құранда содан кейін сендер сөз жоқ, өлесіңдер. Сосын сендер қиямет күні сөз жоқ, қайта тірілесіңдер. Жәннат иман етіп Алладан қорыққандардың орны. Ол жайында Алла тағала Құранда бірнеше аятта айтқан. Солардың бірі Сәжде сүресінің 17-ші аятында былай дейді: Һәм ешбір жан істеген ісінің сауабы ретінде олар мүминдер үшін көзайымдардан, жұмақ қызықтарынан не жасырылғандығын білмейді. Сондықтан мәңгілік өмірде бақытты болуымыз үшін бұл қамшының сабындай келте өмірде ақыретіміз үшін амал етуіміз керек. Алла тағала Құранда негізі дүние тіршілігінің рахаты ақыреттің жанында түкке тұрғысыз аз дейді. Жәннат Алла тағаланың салих және әміріне бойынсынған пенделері үшін дайындаған үлкен нығметі. Алла тағала Құранда һәм тақуаларға Раббыларың не түсірді делінгенде олар игілік дейді. Көркем іс істегендерге осы дүниеде жақсылық бар, ал ақырет жұрты одан да қайырлы. Тақуалар жұрты жұмақ, қандай керемет. Олар тақуалар, кіретіндері астарынан өзендер ағатын адын бақтары. Онда олар үшін қалаған нәрселер бар. Алла тақуалардың тартуын осылай береді. Біз төменде жәннатқа деген қызығушылығымызды арттыру мақсатында жәннат жайында келген аяттарды және хадистерді келтіретін боламыз. Бұл бізді жақсы амалдарды арттырып, жаман амалдардан ұзақтауымызға жігерлендіреді.
Алла тағала хадис құдсиде салихалы пенделерім үшін көз көрмеген, құлақ естімеген, адам баласының ойына келмеген нәрселерді әзірлеп қойдым деген. Жәннаттың дәрежелері көп. Убада ибн Самиттен жеткен хадисте жәннатта 100 дәреже бар. Әр дәреженің аралығы жер мен көктің аралығындай. Фирдаус ең жоғарғысы. Одан жәннаттың 4 өзені ағады. Оның жоғарғысында арш орналасқан. Егер Алладан жәннатты сұрайтын болсаңдар, Фирдаус жәннатын сұраңдар деген. Жәннаттың дәрежелері адамдардың иманына, ықыластарына, салих амалдарының көптігіне қарай әр түрлі болады. Бухари мен Муслимде Абу Сайд Худриден радиаллаху анхудан жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям біреулердің басқалардан артықшылықтары себепті сендер шығыстағы немесе батыстағы жұлдыздарға қарағандарың секілді жәннат мекендеушілері өздерінің үстіндегі тұрақтарға қарайтын болады. Сонда сахабалар: «Уа Расулалла, ол жай адамдар жете алмайтын пайғамбарлардың орны ма?» деп сұрағанда: «Жоқ, Алланың атымен ант ішіп айтайын, кім Аллаға иман келтіріп, пайғамбар әкелген нәрсеге иман келтірсе, соларға арналған» деді. Жәннатта алтын және күмістен құрылған қасырлар бар. Ибн Омар радиаллаху анхуден жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: «Кім жәннатқа кірсе, өлмей мәңгі тірі болады, мәңгі нығметте болып, үмітсіз болмайды, киімдері тозбайды, сондай-ақ әрдайым жас болып қартаймайды». Сол уақытта: «Уа Расулалла, оның құрылысы қандай?» деп сұралды. «Кірпіштері күміс пен алтыннан, сылақтары хош иістен, жері шафраннан, тастары гаухар және жақұттан» деп жауап берді. Аби Малик Аш'ариден келген хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: «Жәннатта сыртынан ішінен сырты көрінетін бөлмелер бар. Ол бөлмелер мұқтаждарды тамақтандырғандарға, жақсы сөз сөйлегендерге, оразасын ұстап, адамдар ұйықтап жатқанда намаз оқығандарға» деді. Абу Муса әл-Аш'ариден радиаллаху анхуден жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям: «Момын адамға жәннатта ұзындығы 60 миль болған інжу шатыры дайындалған. Бұл шатырда онымен бірге әйелі де тұрады. Басқа момын оны аралап келеді. Олар бір-бірін көрмейді» деді. Абдулла ибн Амр ибн Ас айтты: «Алла ол екеуіне разы болсын». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтты: «Кім уәделескен өзге дін адамын өлтірсе, жәннаттың иісін сезбейді. Оның иісі 40 жылдық ара қашықтықтан сезіледі делінсе, басқа риуаятта 70 жылдық ара қашықтықтан сезіледі делінген. Жәннатта жүзімнен, құрмадан, анардан болған жемістерден бау-бақшалар бар. Бұл ағаштың жемістері еш бітпейді. Жәннатта сондай ағаштар бар. Салт атты оның саясында 100 жыл шапса да оны жүріп өте алмайды». Анас ибн Малик радиаллаху анхуден жеткізген хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям: «Расында жәннатта бір ағаш бар. Салт атты кісі оның саясында 100 жыл жүрсе де жүріп өте алмайды. Қаласаңдар, Алла тағаланың мына аятын оқыңдар: созылған көлеңке астында» деген. Уақиға сүресінің 30 аятында жәннаттың ағаштарының көптігі Алла тағаланы көп зікір етумен болады.
Біз Алланы көп зікір ету арқылы жәннатта өзімізге ағаш отырғыза алады екенбіз. Ол жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде кім субханаллахи ва бихамдихи деп айтатын болса, жәннатта ол үшін бір құрма ағашы отырғызылады деген. Жәннатта адам нені қаласа, сол нәрсе болады. Ол жайында Алла тағала Құранда оларға былай делінеді: өткен күндерде дүниеде істегендерің үшін рахаттана жеңдер, ішіңдер. Жәннатта ағып жатқан өзен, бұлақтар бар. Құранда тақуаларға уәде етілген жәннаттың мысалы, онда жәннатта суы, түсі, иісі бұзылмайтын өзендер, дәмі өзгермейтін сүтті өзендер, ішушілер үшін тәтті шарапты өзендер және тазаланған балдан өзендер болады. Әрі оларға, тақуаларға, онда жәннатта бүкіл жемістер әрі күнәларына Раббыларынан кешірім болады. Енді сол жұмақтықтар тозақта мәңгі бақи қалушы, қайнаған су ішкізіліп, ол су ішектерін тесіп өтетін біреулер сияқты болама. Сондай-ақ аяттарда келгеніндей тәсним, сәлсәбил, кафур бұлақтары бар. Жәннатта жеп-ішкеннің бәрі кекірік болып шығып, иісі миск болып шығады. Жәбир радиаллаху анхумен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның былай деп жатқанын естідім: жәннаттағылар онда жеп-ішеді, түкіріп сіңбірмейді және үлкен кіші дәрет сындырмайды дегенін естідім. Сонда сахабалар, сонда ішіп жегені қайда кетеді деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ішіп жегені кекірік болып шығып, оның иісі мисктің иісіндей болады және жәннаттықтардың тәсбих және тахмидті айтуы олардың бұл дүниеде демалғанындай әдеттегі ісі болады деді. Жәннат әхлі үшін жәннатта пәк, әдемі әйелдер болады. Олардың ішінде бұл дүниедегі әйелдер және хор қыздары. Бұл дүниедегі әйелі егер жәннатқа кірер болса, хор қыздары мен ақыреттегі де әйелі болуымен қатар, олардың ішіндегі ең әдемісі болады. Алла тағала Құранда сендер және сендердің жұбайларың жәннатқа шаттана кіріңдер десе, басқа аятта хор қыздары жайында асылында оларды жәннат әйелдерін жаңадан жараттық, оларды пәк бойжеткендер етіп жасадық, жарына ғашық құрбылар еттік. Жәннат әхлі адамның қиялы жетпейтін дәрежеде сұлу болады. Әбу Хурайра радиаллаху анхуден жеткен хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатқа ең алғаш кіретін топ түндегі толған айдың суретіндей көріністе болады. Одан кейін кіретіндер аспандағы ең жарық жұлдыздың көрінісінде болады. Олар онда дәрет сындырмайды, сіңбірмейді, түкірмейді. Олардың тарақтары алтыннан, терлері миск. Көздері қара, үлкен, жастары 33-те болып кіреді. Анас ибн Малик радиаллаху анхуден жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жәннатта оның тұрғындары
әр жұма сайын баратын базарлар бар. Олардың беттері мен киімдеріне солтүстіктен жел есіп тұрады. Олар өздерінің әһілдеріне одан да сүйкімді болған халде оралады. Олар жақындарына оралған уақытта сендер бұрынғыдан да әдемі болып кетіпсіңдер ғой, дейді. Олар да оларға бізден кейін сендер де әдемі болып кетіпсіңдер деп айтады. Жәннатқа кіргендердің ең жақсы армандарының бірі Алланы көру. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің бір хадисінде жәннаттықтар жәннатқа кіргеннен кейін Алла тағала сендер менен тағы бір нәрсе беруімді қалайсыңдар ма деп сұрайды. Олар сен біздің жүзімізді ағартпадың ба, бізді жәннат әһілдерінен етіп тозақтан құтқармадың ба дейді. Перде көтерілгенде жәннаттағылар үшін Раббыларына қараудан артық нәрсе болмайды. Кім жәннатқа кірсе, одан шықпайды, онда мәңгі қалады. Алла тағала Құранда оған жұмаққа бейбіт күйде кіріңдер, міне осы мәңгілік күн. Хадисте жәннатқа кіргендерге жаршы, сендер бұнда дендерің сау болып ауырмайсыңдар, мәңгі өмір сүріп ауырмайсыңдар, жас болып қартаймайсыңдар, дайым нығметте болып жаманшылыққа ұшырамайсыңдар деп жар салады. Кейін Алла тағаланың мына аят калимасын оқыды. Сонда оларға істеген ізгі істерің үшін мұраға алған жұмақтарың осы делінген түрде дыбысталады. Уа Алла, сенің разылығыңды және жәннатыңды сұраймыз. Сенің қаһарыңнан және тозағыңнан пана тілейміз. Біз сенен Фирдаус жәннатын сұраймыз. Жәннатқа жақындататын сөздерді, амалдарды орындауымызға жәрдем беруіңді сұраймыз. Бізге жәннатты нәсіп етіп, тозақ отынан сақтай көр. Амин.